Ойлап отырсам, әкемнің мойнындағы бар кінәсі Шорман әулетінің ұрпағы болған екен. Бірақ Шорман әулеті қолындағы малымен барын қазағының дамуы жолында жұмсаған. Оны көзі ашық, санасында сәулесі бар адамның бәрі білді. Әкемді ұстап әкеткенде, мен 4-5 жастағы қауырсын қанат балапан едім. Дегенмен еміс-еміс есімде қалғаны көз алдымнан еш кетпейді. Әкем Новосибирдің Переселен түрмесінде сотсыз, үкімсіз 3 жыл отырды. Ақыры 58-ші статья бойынша сотталды да Новосибирге айдалып кетті. Менің жаныма батып, өмір бойы өзегімді өртейтіні, заманында жігіттің падишасы болып, тектінің тұяға таңған, кескін келбеті туған жиені Шоқан Уәлихановтан аумайтын Асфандиярдай асыл азаматты, кеңес дәуірінің солақайда соқыр саясаты абақтыдан абақтыға сүйреп, бір көзін ағызып, бір аяғын кесіп, әбден мүгедек қарып қалде қайтарғаны. Анам да сол қуғындағы әкемнің соңында сандала еріп жүріп, өмірден жап-жас күйінде өтті. Сондағы бар кінәміз сол Шорман әулетінен тарағанымыз болса керек. Тарихқа тұнып тұрған жер жанаты Баянауыл тауының сілемдерінде сонау 18 ғасырда орын алған қанталапай жойқын шайқас 100 жылдық қазақ жоңғар соғысының ақыры еді. Қазақ батырлары қалмақтардың қабырғасын қақыратып, ертіске жеткізбей қанадай қырады. Ақтабан шұбырында алқакөл сұламат алған сол бір жаугершілік заманда Абылайдың туыстар ұлы қолбасшылары Қанжығалы Бөгенбай мен Еролжабай бастаған қиян-кескі шайқастың жолбарыс жүректі жауынгерлерінің бірі Сәті Батыр еді. Сәті Батыр Баянауыл жерін қалмақтардан азат етіп қана қоймай, зұлмат жылдары Жизақ даласы мен сыр бойына ауып кеткен қалың жұртын ата-баба мекеніне қайта көшіріп әкеледі. Тегінде бар тек тұрмас дейді дана қазақ. Осы Сәті Батырдан тараған атақты Шорман би әулеті қыран ұшса қанаты талатын, құлан жортса тұяғы тозатын, ұшы ғайыры жоқ ұлан ғайыр өлкеге қайраткерлігімен, кісілігімен кішілігі үйлескен мырзалығымен, қарағылды қақ жарған әділдігімен, қызыл сөзге келгенде алдына жан салмайтын асқан шешендігімен танылады. Сәті Батырдың әкесі Мырзағұл Батыр. Мырзағұл Батыр ол да қалмақ заманында қаншама ерлік көрсетіп, мынау қайтыс болғаннан кейін Түркістандағы өзіміздің Яссауидің жаңағы кесенесінде жерленген. Осы Мырзағұл Батырдың туған інісі Жәдігер Батыр деген бар. Осы мынау Мырзағұл Батырдан Шорман әулеті тарайтын болса, жаңа мен айтып отырған, ал
Жәдігер батырдан Сәтбай әулет тарайды. Ағайынды екі батырдан. Яғни Сәтбайдан бүкіл қазақ халқын танытқан, қазақтың маңдайына біткен мақтанышымыз ұлы ғалым, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туып отыр. Сондықтан екі ағайынды батырдан мынандай қандай ғұламалар, қандай батырлар, қандай билер туып отыр. Яғни арғы шежіресіне келетін болсаңыз, бұлардың өзі тектілігі сол замандардан, арғы замандардан ақ белгілі болған екен. Кеше ғана мынау қазақ елін бүкіл әлемге танытқан алтын адам. Алтын адамды жаңағы тапқан кім? Кемел Ақышев. Кемелдің әкесі Ақыш болатын болса, Ақыштың әкесі Әужан. Әужан Мұса Шорманұлының туған інісі. Яғни Шорман әулетінен бүгінгі Кемел Ақышевтер шығып жатыр. Ал Кемел Ақышевтің тағы да екінші бір жағы бар. Бұл туған анасы Ғазиза. Ол Қаныш Сәтбаевтың туған әпкесі. Қараңызшы. Жаңағы Шорман әулеті мен Сәтбай әулеті қайтадан келіп, екі жақтан кеп қосылады. Біржан Салдың Шорманнан туған екен төрт асыл тас, дәуірлеп орнап отыр мал менен бас. Мұстафа, Әужан, Иса, Мұса мырза, ығында паналаған дос пенен қас деген атақты әні бар. Ал күй атасы Тәттімбеттің бес төре деген атақты күйі Құнанбай мырза, Жайықбайдың Ыбырайы, Сандыбайдың Ердені, Шорманның Мұсасы және төре тұқымынан шыққан Шыңғыс Сұлтанға арналады. Осы Тәттімбеттің Мұсатай деген ұлы Мұсаның Шәмшия атты қызына үйленіп, құдандалы болады. Иә, Шорман әулетінен тегін ұрпақ тарамаған. Төрт ұлын бұлай қойғанның өзінде Зейнеп атты қызынан шоқандай ұл туып отыр емес пе? Жазба деректерде орыстың ұлы ойшылы Федор Достоевский мен Мұса Шорманұлы Шоқан Уәлиханов арқылы танысып, достасып, тығыз байланыста болған айтылады. Бұл Баянауылдағы Ақкелін тауларының батыс беткейінде Ащысу өзенінің жағасында орналасқан қазіргі Мұса Шорман ауылы. Осында 1818 жылы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 15 жыл бойы Баянауыл сыртқы округінің аға сұлтаны болған этнограф, фольклор танушы, ағартушы Мұса Шорманұлы дүниеге келген. Бала күнінде ауыл молдасынан сауат ашқан Мұса Шорманұлы 19 ғасырдың 30 жылдары Омбы қазақ бастауыш училищесінде, әрі қарай Сібір казак әскерінің училищесінде білім алады. Қаршадайынан алғыр болып, 5 жасында алқалы топтың алдында азуын айға білеп, қаймықпай тақылдаған, небары 13 жасында алдымен бала би, кейін Шорман бұлбұл атанып, көрегендігі мен шешендігі, һәм турашылдығы мен ел аузында аты аңызға айналған Шорман бидің игі істерін ең кенже ұлы Мұса жалғастырады. Біздің бала кезімізде осыдан жарты ғасыр бұрын елдің бәрі айтатын, кореялардың бәрі Шорман Мұсасы деп аңызға айтатын. Осы Шорман Мұсасын айтқан кезде орталық Қазақстанда кезінде 14 жасында Абайға бата берген Жаңғұтты би Ботантайұлының сөзі еске түседі. Сол ел жақсы Жаңғұтты деген. Сол жақсы Жаңғұттының бір сөзі, ол сол 19 ғасырдағы ұлт тұлғаларына керемет сипаттама берген. Тобықты Құнанбай тау басындағы қайнар бұлақ. Қыпшақ Ыбырай қажымас қара болат. Шорманның Мұсасы
қара судағы қабыршағы жоқ жылмағай балық. Бұның мағынасы терең. Себебі отаршылдық саясат дендеген заманда 19 ғасырда Қазақстанды әскери колониямен басып жаншыған уақытта, сол заманда осындай ел үшін, ұлт үшін, ұлттың мүддесі үшін, мұраты үшін Шорман Мұсасы ерекше еңбек етті. Бұл өзінің лидерлігін, стратегтігін, дипломаттық шеберлігін барынша ел тағдыры үшін, жер тағдыры үшін сарқа жұмсады. Шорманның Мұсасы жастайынан орыс тілімен қатар француз тілін жақсы меңгереді. Орталық Азия халықтарының салт дәстүрін зерттеуші көрнекті ғалым Николай Ядринцевтің Мұса Шорманұлы дала зиялыларының ішіндегі ең бір көрнекті өкілі деп баға беруі тегін емес. Енді бұл сол кездегі орта, бұл интеллектуалдық орта. Осы жағы Шорманның Мұсасын айтқан кезде, Мұсаның әкесі Шорман. Шорман жас кезінде, уыздай жас кезінде бұлбұл атанған. Шешен, тапқыр, көсем, елдің сөзін ұстаған, текті болған. Ар жағы Едіге би. Едіге бидің атасы Төлебай батыр. Ол кезде Тәуке хан заманда өмір сүрген, сол Тәуке ханның кеңесшілерінің бірі болған. Ол Төлебай батырдан Едіге туады. Едіге би деген ғаламат болған, аузы дуалы, сөзі уәлі, ол Едіге биден Шорман. Сонда бұл бір айналасында Бұқар Жырау, Сахау ақын, бүкіл сол интеллектуалдық ортада туған, бүкіл халықтың дәстүрін, тілін, өнерін, өнегесін бәрін бойына сіңірген. Ол атағы, Шорман Мұсасы сол заманда атағы, анау мәшһүр Жүсіп айтады, үрімге дейін, құрымға дейін жеткен дейді. Мұса Шорманұлы қазақтың салт дәстүрін, тарихы мен мәдениетін терең зерттей отырып, құнды мақалалар мен шежіре деректер жазып қалдырған. Ел ішінен жинаған әдеби-мәдени этнографиялық деректерді жиені Шоқанға, оның досы Григорий Потанинге, этнограф Николай Ядринцевке жіберіп отырады екен. Ал халқымыздың қолөнер бұйымдарын, асыл тұқымды жылқыларын Мәскеу, Санкт-Петербург, Гамбургте өткен көрмелерде таныстырады. Мұса жинаған сол жауһарлар осы аталған қалалардың архивтері мен музейлерінде күні бүгінге дейін сақтаулы. 1992 жылы Алматыда өткен дүниежүзі қазақтарының құрылтайына сонау Санкт-Петербордан қыр қазағы Мұса Шорманұлының бірінші Петр музейіне сыйлаған ұлттық қолөнер бұйымдары әкелінеді. Мұса Шормановтың өмір тарихы, ол шын мәнінде күрес тарихы деп көрсетуіміз керек. Неге? Өйткені ол сол Ресей империясының отарлау саясатын іске қосып, соны қазақ даласын отарлау шараларын іске асырып жатқан уақытта Мұса Шорман сияқты адамдар қазақтың болашағын ойлап, ертеңгі күні осындай отаршылдықтың құрсауынан қазақ қоғамы қалай шығу керек? Немесе олардың екпенін қалай бөгеу керек? Олардың орыстандыру, шоқындыру саясатына қандай саясат қарсы жүргізу керек деген мәселелерді Мұса Шорман сияқты адамдарды мазалады. Бұл жағын олар ағартушылық қызмет деп түсінді. Мысалы, біз Шоқан Уәлихановты ағартушы деп білеміз ғой, Мұса Шормановты да біз ағартушы деп білеміз керек. Қазақ қоғамын діни соқыр сенім салтына түсіп кетпей, оқыған білімді
интеллектуалдық ортаға келу, қазақ азаматтарын тәрбиеленуі, олардың білімді ғылымды болуы, олардың білімді ғылымды болуына жол ашу мәселесінде Мұса Шорманов ең үлкен қызмет атқарған адамдардың бірі деп түсінуіміз керек сол кезде. 1855 жылдың қаңтарында бірінші Николай патшаның шақыруымен Мұса Шорманұлы қазақ делегациясын бастап алғаш рет Санкт-Петербурға келеді. Мұнда оған майор атағын береді. Кейін Станислав Әулие орденімен марапатталып, халық арасында абырой беделі арта түседі. Кейіннен бұл подполковник болып, одан кейін бір полковник дәрежесіне көтерілген. Ал енді ол дәрежені алу өз алдына бір білікті, соны өзінің туған халқы үшін дұрыс қолдана білген ғой. Міне, тіпті халықтың арасындағы абыройы зор болғаны сол, бұл кісіні үлкен мырза деген. Жай ғана мырза емес, яғни орыстар большой господин деп атаған. Қарап отырсаңыз. Сондықтан да абыройының үлкендігін, осы жеткен жетістігінің барлығын, жеткен мынау бойына әулетіне біткен үлкен байлықтың барлығын елінің дамуына жұмсаған адам болса, ол Мұса Шорманұлы болып табылады. 1856 жылдың 26 тамызында Санкт-Петербурда екінші Александрдың таққа отыру рәсімі өтеді. Алтынмен апталып, күміспен күптелген зәулім сарайға азуын айға білеген алпауыт елдерден 8.000-ға жуық шен шекпенді жиналады. Ел аузында аңызға айналған дүбірлі жиынға қазақ жерінен 3 адам шақырылады. Олар аға сұлтандар подполковник Татенов, капитан Әбілес Әли және майор Мұса Шорманұлы. Мұның енді бірнеше суреттері бар, тарихи, кімдердің қатысқаны нақты фото түсірілген, оның артында жазылған дүниелер бар. Және бір ерекшелігі, осы жуырда сирек қолжазбалар қорында Алматыдағы үлкен кітапқа табылғанына мен өте қуандым. Францияда басылған. Енді сонда Ресейдің патшасы осыны жаңағы таққа отыру церемонияны қағазға түсірген бір жылдан кейін. Ал енді ол қайдан бізге Қазақстанға пайда болды деген сұрақ туады. Ол Павлодардан алынды, кейін табылып сирек қолжазбасы. Енді әрине ол Мұса Шорманұлына берілген бір данасы ғой. Мұса Шорманұлы арқылы келген дүние. Үлкен таңғаларлық. Ал кітаптың үлкендігі өте дәу. Осыдан 1,5 ғасыр бұрын 200 данамен Парижде арнайы басылып шыққан бұл таудай алып кітап бүгінде Алматыдағы орталық ғылыми кітапхананың сирек қолжазбалар сақталатын бөлімінде сақтаулы тұр. Салмағы 22 келе, ұзындығы 95, ені 68 сантиметр. Екінші Александр патшаның таққа отыру құрметіне орай ұйымдастырылған 20 күндік думанды Франция мен Ресейдің атақты суретшілері қолмен бейнелеп шықты. Той салты бойынша әр ел өздерінің төл құндылықтарын паш етсе керек. Мұса Шорманұлы дүйім жұртта қазақтың саятшылық өнерін таныстырады. Қазақ құсбегілерінің құмай жүгіртіп, аңға құс салу сәті осы кітапта аса әсерлі суреттелген. Екінші Александрдың таққа отыру рәсіміне Мұса Шорманұлымен бірге құдасы Тәттімбет күйші, жездесі Шыңғыс Уәлиханов, белбаласы Сәдуақас та барған екен. Қайтуға жиналғанда патша, бұйымтайларың болса айтыңдар деген көрінеді. Мұса мырзаның ұлы Сәдуақас көп ойланбастан тарғапасқа түсіп, айдауда жүрген қазақтарды босатуды сұрайды. Патша Шорман би әулетінің бұл өтінішін қабыл алып, тұтқындағы қазақтарға рақымшылық жасайды.
Мұсаның ұлы осы садуақастың шапағаты Торайғыр бидің жұрағаттарына да тиеді. Хан кенені жақтаған үшін Торайғыр би 1849 жылы ит жеккенге айдалады. Нағашыларын сағалаған бидің жұрағатын Садуақас Баянауылға алдырыпты. Кейін Сұлтан Махмұд Торайғыров былай деп ризашылығын білдірген екен. Шоң едік, шорман едік, бірімізге біріміз қорған едік. Торайғырдың жапырақтары бұтағыңа келіп қонған едік. Он 19 ғасырдың 60 жылдары Мұса Шорманұлының ісі күдікке ілініп, достары Григорий Потанин мен Николай Ядринцевте жауапқа тартылады. Шоқан Уәлихан туыстығы үшін зардап шегеді. Әкесі Шыңғыс Уәлиханов пен Шорман әулеті заңмен тергеліп жатты. Мың 1868 жылы Мұса Шорманов сенімсіз адам деген уәжбен Баянауыл дуанындағы лауазымды қызметінен босайды. Полковник шенімен отставкаға шыққан Мұса Шорманұлы 1869-1884 жылдар аралығында Батыс Сібір генерал-губернаторлығында қазақтар мәселесі бойынша кеңесші қызметіне кіріседі. Осы жылдары оның ағартушылық бағыттағы жұмыстары алға басады. Қазақ балаларын медресе, гимназия мен университеттерге оқуға жіберу, қаржылай көмек көрсету оның өмірлік ұстанымына айналады. омбыда архивтерде жұмыс істегенде Мұса Шормановқа жалпы Шорман әулетіне қатысты құжаттарды қарадым, іздедім. Мұса Шормановтың бұл көбінесе аға сұлтан болған қызметіне байланысты екен. Әрине аға сұлтан болғандықтан Баянауыл округының құжаттары, ведомостері, жалпы қазақтардың арыздары көптеп осы омбының архивтерінде сақталған. Бұл жөнінде кезінде Григорий Николаевич Потанин айтып кеткен. Ол 19 ғасырдың соңында жазғанда айтқан. Омба канцеляриясының архивтерінде Мұса Шормановтың қазақ халқын мұқтаждығын жөнінде жазған көптеген құжаттары, жазбалары сақтаулы деп. Өйткені Мұса Шорманов кәдімгідей омбыға жаңа қазақтың жағдайын жақсарту жөнінде арыздарын, хаттарын жаза берген деп күнде жазған екен. Және оның барлығы мен өзімде таптым. Көп жағдайда жаңа алым салықты азайту, қазақтарға егіншілікке жер беру, және қазақтың кедей балаларын оқыту, мешіт тұрғызу, сондай көптеген арыз хаттары жазған көрдім. Мұса Шорманұлы мен орыс саяхатшысы Григорий Потанин арасындағы шынайы достық өле-өлгенше сақталған деседі. Потанин 1904 жылы Шоқан Уәлиханов туралы жазған мақаласында Шоқанның нағашысы Мұса Шорманұлы Еуропа мәдениетін жетік меңгерген санаулы қазақтардың бірі деп жазады. Ал қазақ ханзадасының үйінде деген мақаласында былай депті. Омбы шаһарында тұрған Мұса табиғатынан ақылды, мәдениеті жоғары, қазақтың тұрмыс тіршілігін терең білетін адам. Омбы әкімшілігі дала халқына ықпал жасауда 3 адамның ақыл кеңесін тыңдады. Олар Шыңғыс Сұлтан, оның ұлы Шоқан және Мұса Шорман ұлы. Потаниннің жазбаларында айтады ғой, Мұса Шормановтың жаңа қазақтарды ағартушылық, жалпы далада көшпелі гимназия құру туралы жобасы бар деп. Ол сондай жобамен жасалған. Қазақта көшпелі халық болғандықтан оларға тұрақты гимназия емес, көшпелі, яғни ауылмен бірге көшіп жүретін гимназия керек деген сондай жоба ұсыныс жасаған екен. Айтса айтқандай, Мұса Шорманұлы ой өрісі кең, орыс патшасы мен қазақ халқының атынан именбей сөйлесе білген қайраткер болатын. Хан тұқымы Шыңғыс пен тізе түйістіре Баянауылдың аға сұлтаны сайланып,
Мұса мырза атанды. Мұса Шорманұлының мақалалары, зерттеу еңбектері мен деректі әңгімелері күні бүгінге дейін Батыс Сібір императорлығына қарасты орыс география қоғамының қолжазба қорында сақтаулы. 1884 жылдың 26 желтоқсанында полковник Мұса Шорманұлы қазақ халқының қажеттіліктері жайлы жобаны талқылау мақсатында генерал-губернатормен бетпе-бет жүздесуге Омбыға келе жатқанда аяқ астынан дүние салады. 1867-68 жылдар күшіне қосылған жаңа низам заңы дейді ғой, сол заманда временное положение. Ол кезде мына қазақ қоғамын Ресей патшалы империясының қол астына бағындыруды күшейту мәселесін осы заң жағынан, құқықтық жағынан ол іске асырды. Дала өлкелерін әкімшілік, аумақтық реформаларға ұшыратты. 1865 жылы Шоқан Уәлихановтың шұғыл өлімінің өзі сыры толы жағдай. Одан кейінгі 1891 жылы дала заңы қабылдану. Мұса Шормановтың мына Тобольскіден Омбы қаласына сапарлап келе жатқан сәтінде ауырып дүниеден өтуі. Осы оқиғаларды өзара салыстыра отыра, бұның барлығы кездейсоқ емес сияқты болып көрінеді. Яғни 19 ғасырда орыс патша үкіметі қазақ ортасынан шыққан беделді адамдарды улау, немесе оларды жаңағы қастандық жасауды, соны мысалы кімнің мысалында байқауымызға болады? Жәңгір ханның мысалы өлімі, оның әйелі Фатима, оның әулетінің өкілдерін жаңағы Ресей тарапынан жаңағы сондай қастандық болған деген әртүрлі тарихи еңбектер бар емес пе? Сондықтан бұл мәселелер тарихи тұрғыда алда әлі зерттеліп, өзі нақты тұжырым жасалу керек деп ойлаймын. Тірі тұрмақ, қазақтың ұлы тұлғаларының рухымен алысу әдетке айналған заманда Мұса Шорманұлының да бейіті қызыл саясаттың бақылауында болды. Мысалы, 1885 жылы Екатеринбург қаласынан Свечников деген шеберді арнайы алдырып, Мұса мырзаның басына қойылған көктасы мен қоршауын қаз қалпында сақтап, өз қаржысына кірпіш қалатқаны үшін жергілікті совхоз директоры Бекет Есманов қатаң сөгіс алады. Бір ғасырдан астам уақыт топырақ астында қалған Шорман әулетінің сол қорымы, ғылым докторы, академик ағамыз Алтынбек Нұхұлының бастамасымен қайта қалпына келтіріліп, бүгінде Мұса Шорман ауылының іргесінен Ақкелін тарихи мемориалдық кешені алыстан мен мұндалап тұр. Бұқар жырау өз батасын Мәшір Жүсіпке бергендей, Мұса Шорманұлы Мәшір Жүсіпке батасын есімін береді лепесімен, Мәшір Жүсіп Сәтбаевқа береді қанша. Тізбек өзінің несін үзбей келе жатыр. Яғни қасиетті дүниенің, әулиелердің қасиеттілігі, батаның мынау бар ғой ерекшелігі, осы бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқандығы, бұл да бір Баянауылдың бір көркем дүниесі, ерекшелігі деп білем. Мұса Шорманұлы дүниеден озғанда қазақтың небір ақын жыраулары, сал-серлері қабырғасы қайса күңіреніп, зар-запыран күйзелісін төкпе жырмен бейнелеген екен. Ал Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы айдынды шалқар теңіздей ақылға дана кенеді деп ғажап жоқтау шығарады. Бұл қазақтың көсемі, құлжасы, шешені, бұл қарадан қан болған, ел басқарған, ақылдана, телегей, дария, жаңағы бұлбұлдай болып сайраған, бұлақтай ағып қайнаған, сөйлеген кезде көздері шамшырақтай жайнаған. Жақсылар бас қосқанда, алдартынан тосса да, шылбырына жармасын,
құбылып күлгіл жайнаған. Сонда Шорманның Мұсасының болмысы, ол жағы халықты үйіріп, ұршықша еріп әкететіндігі, асқан білімпаздығы, топ жарған шешендігі, білгірлігі, осының барлығы Мәшһүр Жүсіптің осы жоқтауында керемет сипатталған. Мәшһүр Жүсіптің Мұса Шорманұлына парыздар болғаны белгілі. Біріншіден, мәшһүр бабамыз 5 жасынан Мұса салдырған мешіт медреседе білім алады. Кеудесіндегі көкірек көзін ашып, санасына иман мен ілім сәулесін түсірген ұстазы Қамараддин Хазіреті Баянауылға арнайы алдырған да осы Мұса мырза екен. Ал екіншіден, үлкен бір алқалы жиында халық жырлары мен қисса дастандарын мүдірмей жатқа айтып, елді таңдай қақтырған 8 жастағы адам Жүсіпті қасына шақырып алып, болашақта халқыңа мәшһүр болатын бала екенсің деп, тақиясына үкі таққызып, ақ батасын берген де осы Мұса Шорманұлы болатын. 5 жаста бісміллә деп жаздым хатты, бұл дүние жастай маған тиді қатты. 8-ден 9-ға аяқ басқан шақта, Мұса еді қосақтаған мәшһүр атты. Мәшһүр Жүсіп. Мәшһүр Жүсіп айтады, бұл адамның жорғасы еді дейді Мұса. Мұса, адамның жорғасы еді. Бұл адамзаттың сұңқары, бұл адамзаттың сұлтаны. Жаңағы бұндай адам, бұндай тұлға біздің дәл осы қоғамымызға керек. Бізге өзіміздің ұлтымыздың құндылықтарын байыту мақсатында, елді ұлы істерге жұмылдыруда, жаңашылыққа ұмтылу үшін ірі істер атқаруда, осы Шорманның Мұсасы сияқты бабаларымыздың үлгісі біздің қоғамға ауадай қажет. Я, 66 жыл ғұмырында еліне жасаған жақсылығы ұшан теңіз бол. Мұса Шорманұлы туған қалқын қараңғы қапастан шығаруды ойлап, ағартушылық саласына көп көңіл бөлген. 1865 жылы Омбы қаласынан писарлар даярлайтын мектеп ашады. Павлодарда, Омбыда, сондай-ақ Ресей қалаларында қазақ балаларын оқытуды қолға алып, әрбір ауылдан жылына 2-3 баланы міндетті түрде оқу орындарына жіберіп отырған. Қазақ қыздарының сауатын көтеріп, тәлім тәрбие беретін мектеп-интернат салдырады. Жетім балалар үйін ашады. Мұса мырза арғын баласының ішінде қолынан іс келетін, тілінен май таматын адам еді. Жаңа туып келе жатқан заманның қатпарлы құбылыстарын дәл түсінген жан еді. Заманында қалың қазақ елінің шамшырақ атанған Мұса Шорманұлының кенже інісі Әужанның әмір темірінен туған ұл өресі биік білімдар Асфандиярдың зұлмат заманда қалай қиянаттың құрбаны болғанын Шорманова Мағмұра Асфандияр қызы былай еске алады. Бертінде ойлап қарасам, өз заманның зиялылары саналған, саналы, оқыған азаматтардың қатарындағы әкемді арғы ата тегір бай шонжар болған деген желеумен қуғынға салып, Батыс Сібірге айдағаны, менің жастық шағымның қасіретке толып, қызығының тоналуы, өртеңде өскен гүлдей өксікпен өтуі, жазықсыз жазалануымыз екен. Әйтпесе, қарамайсыз ба? Шорман би бабамыз кең байтақ қазақ даласына даңқы жайылған, ақыл мен парасат иесі болса, Мұса атамыз өз халқының қараңғылығына қапаланып, халық ағарту ісін қолға алған.
қазақ қыздарының сауатын ашып, тәрбиелейтін мектеп-интернат салдырып, жетім балалар үйін ашқан. Иә, егер Шорман әулетін түгел қазбалап айта берер болсақ, әрқайсысы жеке дара көркем дүниеге жүк болар өлшеусіз қазына ғой. Бір Шоқанның өзі неге тұрады? Шоқанның ақыл парасаты, сергекте сезімтал ойлылығы, білімдарлығы нағашы жағынан дарыған деседі. Аяулы Мұса ағамыз сирек кездесетін керемет жан. Шоқан Уәлиханов. Ақан серінің жігіттің падишасы Әмір Темір, бозбала әнге салсан қайғың кемір деп басталатын атақты әні әкемнің әкесі Әмір Темірге арналса, әкемнің анасы Бәдіғұл Жамал әжем де ақ сүйек, текті жерден шыққан Шоқанның туысы, белгілі халық композиторы Сақып Керейдің, яғни Қозыкенің қызы. Бет біткеннің ажарлысы болса керек. Кезінде Ақан сері ғашық болып, Қалқабала деген атақты әнін сол әжеме арнап шығарған екен. Осындай қос асылдан дүниеге келген ұрпақ Асфандияр Әмір Темірұлы Шормановтың жастық шағы ақын Мағжан Жұмабаевпен қатар өткен екен. Мағжан Жұмабаев пен Асфандияр Омбыда қатар оқып жүрген шақтарында сол қаладағы әйелдер гимназиясының шәкірті Ғазиза Тоқышева деген қызға екеуі бірдей ғашық болады. Алайда ару Асфандиярға көбірек көңіл бөлсе керек. Өйткені қыз шіркіннің сұлулық дегеннің алдында әлсіз келетіні аян емес пе? Ал Асфандияр өте көрікті жігіт болған. Ғазиза сұлуға қолы жетпеген Мағжан ақын махаббаттан жүрегі жараланып, Асфандиярға әзіл-шыны аралас мынадай өлең арнайды. Айтпақшы жанымызда жүр ғой граф, отыр ғой қара мұртын сылап бұрап. Сұлудың біз сезбеген сыры болса, алайық бір азырақ содан сұрап. Жүруші еді қол ұстасып күн батқанша, көшесін күзететін таң атқанша, сезімін тұрушы еді ұқтыра алмай, мұртына күрек түйіп мұзғатқанша. Сөйлетіп қоя берсең сөзге тақ-тақ, күлкісі күміс сылдыр емес сақ-сақ. Философ, экономист, артист, поэт, қайдағы әдемі сөз алған жаттап. Мағжан Жұмабаев айтады ғой, экономист, артист, поэт. Сол кісі поэтті болатын, өзін жазғандар да көп болатын. Әкемнің көптеген өлеңдері мен қолжазбалары қуғын сүргін кезінде қолды болып кетті. Ал Ғазиза сұлуға Мағжан ақын арнаған өлең жолдары күні бүгінге дейін есімде. Иірілген бұйра толқын шашығандай, иыққа екі жылан асылғандай, тұңғиық теңіз дейін қара көздер, қандай сыр болса дағы жасырғандай. Үйіміз бір кезде кішігірім музейге ұқсаушы еді. Қанша тарихи дүние мүліктер, жиһаздар, ескілікті суреттер, хаттар, қолжазбалар болатын. Ішінде Мұса бабамның, Мағжанның, Шоқанның анасы Зейнептің, әнші Майраның неше түрлі картішкелері бар тұғын. Әкемді ұстағанда Урбинскі деген станцияның қауіпсіздік комитеті біздің үйден 3 қап қып сол дүниелерді көтергендерінше сыпырып кетті. Өткен ғасырдың кеңестік кезеңінде ел ардақтысы атанған билер мен сұлтандардың есімдерін айтуға тыйым салып, оларды байшонжарлар деп қаралаған. Алхан төрелердің ұрпақтарына қағажу көрсеткен қитұрқы саясаттың салдары Баянтаудың Ақкелініндегі Шорман әулеті мен Көкшетаудың Сырымбетіндегі Уәлихан ұрпақтарын сергелденге салғандығы жасырын емес.
Мұса Шорманұлы әрине өз заманының үлкен саяси тұлғасы. Қазір оған енді біз ғалымдар әртүрлі баға береді. Біреулер оны айыптайды, біреулер айыптамайды, әртүрлі. Мұса Шорманұлы өмір сүрген заман қазақ халқы үшін өте күрделі кезең болды. Өйткені 19 ғасырдың екінші ширегінен бастап қазақ қоғамы, қазақ халқы үлкен өзгерістерге тап болды. Хандық билік жойылды, ресейлік билік жүйесі енгізілді, қазақ халқына жат бұл жүйе болды. Бұлар жай адамдар емес қой, үлкен саяси тұлғалар, мемлекеттік деңгейдегі адамдар қой. Сондықтан олардың түсінігі бойынша қазақ дұрыс, қазақ халқы қараңғылықтан шығу керек. Бірақ ол жол тек қана олардың апаратын жол, ол батыстық жол деп есептеді. Яғни Ресей мәдениеті арқылы қазақ халқы білімді болады. Олар үлкен қызмет атқарса да, бірақ олар қазақ халқының мүддесін де ұмытпады. Шорман би әулетінің тарихы әлі де өз дәрежесіне лайық зерделеуді қажет етеді. Ана жерде не болатын? Фонтан, сол жерде фонтан. Мынандай фонтан болады. Сол жерге жиналып, бәрін соның басын ұйытқысы әкем болатын. Көп кісі жинап отыратын. Сосын Бауыржан Мамышұлы да келетін. Ол кісі апама генералиссимус дейтін. Қастарына біраздан соң ғылым докторы Сәйділ Талжанов, Бауыржан Момышұлы келетінде Баукең әкемді көрген бетте граф деп тұра қалып чес береді. Сәбит Мұқанов жиі келіп, хабарласып тұратын. Әлкей Марғұлан, Жайық Бектұрып, Хамза Есенжанов, Сапарғали Бегалиндер жиі қатынап, әкеммен бірге Күләш Байсейітов атындағы көше мен мына Калинин көшесінің бұрышындағы атқылаған хауыздың қасындағы орындықта жайғасып, ұзақ әңгіме дүкен құрып кеңесетін. Әбден жүректері шайылып қалған қайран ағалар атқылаған судың сарылы мен қауыз түбіндегі әңгіме сыртқа көбестіле қоймас деп ойлайтын болса керек. Әбден тозығы жетіп, сарғайған суреттер үнсіз сөйлеп тұрғандай. Мағмұра апа олардың әр қайсысын еппен ғана ұстап, ерекше құрметпен ұзақ үңіліп отырушы еді. Қолдан жасаған сандығының үстіндегі жасаған несі ғой, өрнегі. Өзі ойып, өзі соны тікті. Ана шеттерін бәрін әдемілеп тұрып. Өзінің қолы сандығы ғой ішіне. Жіп, сосын ине, анамынауларын салып өретін. Сол бір күдікті жылдардың жалалы жаңғырығынан қалған үркектік бе кім білсін. Мағмұра апа төңірегіне сақтықпен қарап, қолында қалған көне сурет, жеке мұра құжаттарын ақ шүберекке орап, сандықтың ішіндегі қобдишаға салып, көздің қарашығындай сақтайды екен. Шамаменен 1920 жылдары мына Дінше Шормановтың балалары Бақыт Білялов, сол өзінің осы қаржас шежіресі еңбегінде сол кездегі әңгімелерді келтіреді. Сонда айтады, 1920 жылы Садуақас Шорманов, Мұсаның баласы, жаз айында өзінің ағайын туыстарын шақырған кезде айтты дейді. Біз заман өзгеріп жатқан уақытта тұрып жатырмыз. Енді ертең мына жаңа үкімет орнайды. Жаңа үкімет бұрынғы бай, дәулетті адамдардың соңына түсіп, сендер халыққа қиянат жасағансыңдар, сендер феодал болғансыңдар, бай шонжар, солардың тұқымдары деп қуғынға түсіретін түрі бар. Бұл қазір Ресейде жүріп жатыр деген.
ертеңгі күні бұл осы қазақ ортасына келеді. Сондықтан біз қазір ағайын туыс болып немесе мынау Петербург қаласына, немесе Омбы қаласына осы аман есенімізді қоныс аударайық. Сол жақта біз жағдайымызды білім, ғылым соңына жұмсайық деген пікірді ортаға салды дейді. Сонда сол туыстары бұл жаңағы ұсынысты қабылдамады. Біз өз елімізде қадірліміз, жағдайымыз жақсы, бір үлкен өзгеріс болатын көрмейміз. Сондықтан Садуақас Шорманов Сәкен ағай дейді ел ортасында. Жаңағыдай Шорманов әулеттерінің Омбы жаққа көшу мәселесі олардың әулеттік тарихында болған жағдай екендігін осы Бақыт Біләловтың еңбегінде жазылғандығын көреміз. Асфандияр сонау патша заманында өз аталары ашқан медреседе оқып, оны үздік бітіргеннен кейін Семейдегі мұғалімдер семинариясын тәмамдап, туған ауылына келеді. Қазақ халқының көшпенділіктен біржола отырықшылыққа ауысуына ықпал ету мақсатымен Омбының ауыл шаруашылық академиясына оқуға түседі. Оны бітірген соң Қарқаралы уезінің жер бөлімін басқарады. Бір конференцияда Смағұл Садуақасов деген бір кісі болған. Ол кісі білімді, өте әкемді мені жақсы білетін. Сол кісі айтқан, бұл кісі Асфендияр ағай біздің ауыл шаруашылығымызды басқарса, еліміз гүлденіп кетеді, еліміз тоқтыққа жетеді. Осы кісіні ауыл шаруашылықтың бастығын қояйық деп. Соны естісімен үкімет әкеме қарсы шықты. Бұл ертең бұл елді аштан қырылудан сақтайды екен деп. Содан бұл кісіге қызмет бермей, ол кісі Новосибирск кетіп қалды. Осындай интеллигенциялардың бәрі, папамда интеллигенция бәрі атылып кетті ғой. Әйтеуір сол Сібірге кетіп, ол кісі тірі қалды. Өкінішке орай өзінің туған елінен үздіксіз жетіп жатқан арыз шағымдардың салдарынан 1935 жылы Асфандияр қамауға алынады. Мамам тамақ апарып беріп, киімге апарып беріп тұрады Новосибирск. Түрмеде жатқанда. Сонда ол кісі айтыпты, мені соттады. Енді Красноярский лагеріне жіберейін деп жатыр. Сен не болса да Алматыға жетіп ал, баланың болашағына керек. Қарап тұрсақ, жаланың негізі арғатасы шыққан тегі Шорман әулетіне байланысты болған ғой. Адасқан ақиқатта айдаудан айдауға салынып, өзінің ақталу кезеңін тым ұзақ күттірді. Әрі тым кеш оралды. Бір ұлы өзгеріс біздің қазақ қоғамына керек ақ. Өз қолымыз, өз аузымызға жетіп, өзге елдер қатарлы егемендік алдық, еңсемізді көтердік. Бірақ әрі қарай елімізді көркейтетін де, күйрететін де өзіміз ғой. Қазақ данышпан халық. Десек те, қанымызда бір күншілдік қасиет бар. Сол күншілдік өзге ұлтқа емес, қазақтың өзді-өзіне іштарлығынан туған нәрсе. Жарғанаттың жарықты сүймейтіні сияқты, күншілдер біреудің мықтылығына төзе алмайды. Осы дерт, күншілдік дерті, ілгері басқан аяғымызды кері тартып, өркендеуімізге де тұсау болып келеді. Елдегі аграрлық саясатты сонау 35 жылдардан халыққа таратуда, жұртты егіншілікке бейімдеуге бар күшін жұмсаған Қазақстаннан шыққан алғашқы кәсіби агроном Асфандияр Шормановтың артында қалған жалғыз көзі, атақты Шорман әулетінің ең соңғы ұрпағы Мағмұра апа айдаудан айдауға түсіп, әбден адасып жеткен ақиқатты осылайша ардақтап, Шорман би бабасы Мұса атасы жайлы шама шарқы жеткенше айтып, жазып, жұртшылыққа жариялауды, ұрпаққа жеткізуді перзенттік парызым ғана емес, жалпы адами борышым деп санап, қарапайым ғана күн кешіп, өмірден де ешбір елеусіз ғана өтті. Мың өліп, мың тірілген халқымыздың аласапыран азаптары мен
таудай тауқыметтерін қанша жыл бастан кешсек те, сонша жыл төл тарихымыз жабулы қазан, жабулы күйін кешіп келеді. Дүние десеңші, барша болмысы қателікпен түзетуден тұратын қоғамымыздың кезінде көзі ашық, санасы сергек, ойы озық оқығандарын осылайша халық жауы, тап жауы деп таптап тастауға дайын болғаны қандай өкінішті. Олар өздерінің ақыл ойы мен лидерлік стратегтігін, дипломаттық шеберлігін жер тағдыры үшін, ел тағдыры үшін сарқа жұмсады емес пе? Бірақ шындық дегеніңіз ұлы күш қой. Бетін қанша бүркемелегенмен сәулесі шашырамай тұрмайтын жалынды күн сияқты. Сөз соңында сол шолақ белсенділер заманында Біржан Салдың сөзімен айтсақ, ығында паналаған доспенен қас. Сөйтіп жүріп, қазақ елінің шамшырағы бола білген, Шорман әулеті саналатын мейуалы бақты тамыры мен түгел отап тастамағанымызға да тәубе дедік.